Құрметті әріптестер, қадірлі ғалымдар, зиялы қауым өкілдері, қымбатты қонақтарымыз. Баршаңызды жоғары білім саласындағы көшбасшылық, ғылым және цифрлық жаһандану контекстіндегі әлеуметтік гуманитарлық ғылымдардың рөлі атты халықаралық конференциясының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекет басшысы 2026 жылды цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жариялады. Бұл тек атаулы жыл емес, еліміздің дамуының жаңа кезеңіне бағытталған стратегиялық шешім. Жасанды интеллект, цифрлық технологиялар және жаңа білім модельдері Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын маңызды факторлар. Осы кезеңде ғылымның, әсіресе әлеуметтік гуманитарлық ғылымдардың жауапкершілігі арта түседі. Өйткені технология қаншалықты дамыса да, оның өзегінде адам тұруы тиіс. Сондықтан ең күрделі алгоритмдер адамның қарым-қатынасын, адамның эмоциясын орнын толтыра алмайды. Ғылым тек жаңалық ашу емес, ол ұлттық сананы нығайту, құндылықтарды сақтау және қоғамды алға бастау құралы. Бұл ретте қазақстандық ғылыми әйелдер қоғамының ұйымдастыруымен өтіп жатқан бұл конференция заманауи сын-қатерлерге ғылыми жауап іздейтін, жаңа серіктестіктер мен батыл бастамаларға жол ашатын маңызды алаң. Себебі Қазақстан ғылымында әйелдердің орны ерекше. Және бүгінгі күні олар еліміздің ғылыми әлеуетін қалыптастыруда шешуші рөл атқарып отыр. Қазақстанда ғылыми қызметкерлердің жалпы санының 56%-ын әйелдер құрайды. Әйел зерттеушілер іргелі зерттеулерден бастап қолданбалы және пәнаралық жобаларға дейінгі түрлі ғылыми бағыттарда табысты еңбек етіп келеді. Олардың ғылыми дәрежелік көрсеткіштері де ерекше. Ғылым кандидаты дәрежесінде 50%-дан астамы, доктор және магистр дәрежесінде 58%, философия докторы PhD дәрежесінде 54%. Медицина және гуманитарлық ғылымдар саласында әйел ғылым кандидаттарының үлесі 72%-ға жетеді. Бұл олардың жоғары кәсіби және ғылыми әлеуетін көрсетеді. Ғылымдағы әйел көшбасшылығы тек теңдік мәселесі емес, бұл сапа мен тиімділіктің кепілі. Әрбір табысты ғылыми мектептің, әрбір жаңа идеяның артында табандылық, жүйелілік пен жауапкершілік тұр. Ал бұл негізгі қасиеттер әйелдерге тән. Конференция аясында айтылатын ойлар мен ұсыныстар еліміздің жоғары білім мен ғылым саласындағы саясатын жетілдіруге нақты үлес қосатынына сенемін. Қазақстан ғылымы жаһандық ғылыми кеңістікте өз орнын нықтап, білімді ұрпақ, батыл идеялар және жауапты көшбасшылық арқылы дамуы тиіс. Баршаңызға табысты жұмыс, мазмұнды пікірталас және ел игілігіне қызмет ететін нақты нәтижелер тілеймін. Қадірлі әріптестер, қымбатты қонақтарымыз, жұмысыңызға сәттілік, амандықта кездесейік.